Кайырлы күн достар, бүгін мен соғым жайлы айткым кеп отыр. Соғымды қалай осамыз, сол жайлы айтамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ішек құрылыстарын, ішкі мүшелерін, жүрек, бауыр, бүйрек деген сияқты көк бауырларды бөлек аламыз. Мен обычно бұлармен қуырдақ жасаймын. Ол туралы келесі видеода айтамын. Одан кейін қазының еттерін бөлек алатын боламыз. Қазының еттері майлы, қабырғаның жанындағы майлы еттер болып табылады. Және оған қара кесек еттерінен қосып қазы тығамыз. Ол жайлы да келесі видеода айтатын боламын. Мынау қазының еттері. Ішек қарындарды бөлек аламыз. Ол жерде қарын қарта, қазының шегі шығады. Оларды тазалап жуып туралы тоже келесі видеомда айтатын боламын. Ал қазір еттерді осамыз. Өткір пышақтың көмегімен қалың еттерді тұшқалап осып шығамыз. Видеоға қарасаңыздар, қалай осқаны жайлы көрініп тұр. Осылай осып шығасыздар. Одан кейін тұздаймыз. Әрбір бұрыштарына, осылған жерлердің бәріне өзіңіздің қалауыңыз бойынша тұз сеуіп шығып, тұздап 5-6 сағатқа тұздап қоямыз. Мынау жал деп аталады. Осы жалды да осылай осамыз. Қалған сүйектеріміздің де жан-жағында еттердің бәрін жақсылап осамыз. Тұздың дәмі сіңу үшін. Және соғымымыз дәмді болу үшін. Енді етімізді тұздауға кірісеміз. Осып болғаннан кейін тұзымызды алып, әрбір еттің, сүйектің
осылған жерлердің барлық жеріне сыртына тұз сүйіп шығамыз өзіміздің қалауымыз бойынша. Кейін 5-6 сағатқа бетін жауып қоямыз. Бүкіл етімізге тұз сіңгеннен кейін өзіміздің қалауымыз бойынша пакеттерге салып морозилікке салатын боламыз. Тағы да видеоларым ұнап жатса лайк басып, комментарияға сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер.